Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан. Бүгінгі видеода біз сіздермен укулелемен Асылжаныма яғни разбор жасайтын боламыз. Ең алдымен сіздер осы видео басталмас бұрын лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, және де комментарияға қандай музыка айтқанымды қалайсыздар, соны жазып кетіңіздер. Ендеше біз өзіміздің видеомызға кеттік. Ең алдымен бізге бұл музыкаға 4 аккорд қажет болады. Олар бірінші G-M аккорды, ол бірінші ладтың бірінші струнасы, екінші ладтың үшінші струнасы, үшінші ладтың екінші струнасы тұрады. Сол кезде бізде осындай звук пайда болады. Келесі аккорд бізде C аккорды, ол үшінші ладтың бірінші струнасы тұрады. Үшінші аккорд бізде F аккорды, ол бірінші ладтың екінші струнасы, екінші ладтың төртінші струнасы тұрады. Сол кезде осындай звук пайда болады. Келесі аккорд бізде DM аккорды. DM аккорды бізде бірінші ладтың екінші струнасы, екінші ладтың үшінші, төртінші струналары тұрады. Сол кезде осындай звук пайда болады. Бізде келесі кезекте қағысы былай болады. Мінекей достар, біз музыканың аккорды мен қағыстарын толықтай үйреніп алдық. Музыка ондай қатты қиындық тудырмайды, яғни анықтап, нақтылап үйреніп алсаңыздар, тез үйреніп алуға болады. Ендігі кезекте мен сіздерге бұл музыканың қалай айтылатынын өз даусыммен көрсететін боламын. Ендеше кеттік. Ай, асыл жаным-ай, айдың нұрындай, жанып тұрдың-ай, ай, асыл жаным-ай, ғашық жаным-ай, айдың нұрындай. Мінекей достар, біз музыкамызды толықтай осылайша аяқтадық. Мен сіздерге бұл жерде тек қайырмасын ғана көрсеткен болатын. Если осы видеоға көптеген лайктарыңыз жинап кетсеңіздер, мен сіздерге толықтай айтып көрсетіп үйрететін боламын. Енді сіздер осы видеоға лайктарыңызды басып, менің арнама тіркеліп, және де комментарияға қандай музыка айту керек екенін жазып кетіңіздер. Мен соны толықтай оқып, разбор жасайтын боламын. Ендеше, қош, сау болыңыздар.